Отбасындағы ұрыс-керістің алдын алу жолдары. Жалпы енді кез келген отбасыда ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Ұрыс-керіс, түсінбеушілік деген ол пендеге тән қасиет. Енді жалпы ұрыс-керістің алу жолдары көбінесе неге байланысты болады? Көбінесе енді біріншіден екі жақ тараптың тәрбиесіне, имандылық деңгейіне, ақылдылығына, парасаттылығына байланысты болады. Айналып келгенде ұрыс-керіс кез келген отбасыда болуы мүмкін. Тіпті пайғамбарлар отбасында кейбір түсінбеушіліктер, жағдайлар болып қалуы мүмкін. Сол кезде ақыл парасаттылығы, имандылығы, тәрбиесі бұның барлығын жеңіп кетуі керек. Және де бұл нәрсе тек бір жақ тарапында ғана болмау керек. Тек қана әйел ғана тәрбиелі, иманды, күйеуі қалай болса солай болсын деген әңгіме жоқ. Немесе күйеуі тәрбиелі, иманды, ақылды, әйелі қалай болса солай болсын деген әңгіме жоқ. Екі жақтан да бірдей болу керек екен. Яғни ұрыс-керісті болғаннан кейін барып, оған сабыр етіп, оған түсіністікпен қарау, кешірім сұрау, ол бөлек мәселе. Бірақ одан бұрынсы ұрыс-керіске апаратын нәрседен алдын алу. Осы бір қылығым, мысалы әйеліме ұнамайды, немесе осы бір қылығым күйеуіме ұнамайды, осы бір амал істесем, мынау жақтырмайды, мынау жақтырмайды деген тұрғыдан ойланатын болса, онда ол нәрсені істемейді де ұрыс-керістің алдын алады. Өйткені ұрыс-керіс баратын болса, ол нәтиже қайда барады? Екеуінің бір-біріне жүректері суиды. Одан кейін ұрыс-керіс тым қатты кетіп қалса, көп қазіргі өкінішке орай көп отбасыларда ажырасуға дейін барып жатыр. Ортада бала бар, онан қиналады. Ажырасқаннан кейін басқа отбасыда одан да жақсы болады деген әңгіме жоқ. Ажырасып кеткеннен кейін басқа отбасыда менде де одан да жақсы түсінетін біреу табылады деген, ол да әлбетте қиғаш ой болып саналады. Сол себепті осы ұрыстың алдын алу өте маңызды мәселе. Пайғамбар салам айтқандай, не дейді? Сендердің ең жақсыларың өз әйелдерімен жақсы қарым-қатынасында бола білгендерің дейді. Жақсы мәміле жасай білгендерің. Көп сұрақ-түйекке мән бермей. Яғни, мысалы ер адам өзіне қатысты емес нәрсеге араласпау керек. Мысалы айтайық, әйелімен ұрысып қалмас үшін ер тарапынан қарайтын болсақ, әйелдің тірлігіне, үй жұмысына кіріспеу керек, ұсақталып кетпеу керек. Сол кезде ол ақылға қонымды нәрсе. Ал енді сондай нәрсемен араласып кетіп жатса, әйелімен содан кейін ұрыс шығатын болса, кім кінәлі? Ер адам кінәлі болады. Сол секілді әйел адамда, мысалы ер адамның былайша айтқанда көңілін түсіре бермеу керек. Келген кезде тамағы дайын тұрса, балалар жуылып тұрса, үйі таза тұрса, ананы жақта былай болып жатыр, ананың отбасы біздіңдегі былай емес деген секілді біреумен салыстырып жатпаса, ол жақсы болады. Ол нәрсе өйткені көңілді түсіретін нәрсе. Сол себепті бұл нәрсеге мән берген жөн. Яғни бұл ұрысқа алып баратын, міндетті түрде ұрысқа алып баратын қылықтар, әрекеттер екені белгілі. Содан бойда аулақ болу керек. Ал енді кейде ұрыс болып қалады. Болып қалды, болатын болғаныңыз не істеу керек? Ұрысты сол жерде дәлелдесіп тұрмау керек. Ең жақсысы ер адамға шығып кеткен дұрыс үйден. Шығып кетіп, бір айналып келсе, ең болмағанда. Басым бөлігі көп жағдайда, бұндай жағдайда отбасында ұрыс кетіп қалады. Ашу басылады, екі жаққа бірін түсінеді. Көп жағдайда бізде қазақтың тәрбиесінде көп нәрседе көзбен тәрбиелеу дейді. Ыммен түсінетін болады. Көңіліне келіп, қабағына қарап отыратын бір-бірін. Әйел күйеуінің, күйеуі әйеліне бірдеңе ұнай ма деген секілді қарап отырса, онда бұл отбасы ең тату отбасы болады. Ұрысқаның өзінде де дереу мәселені тез шешіп отырады. Былай қарасақ, Алла тағала өзі Құранда айтқандай, біздердің ерлердің өздерінен жараттың әйелді, жандарын жайтатын деп, араларына махаббат пен мейірімділік орнаттық дейді. Яғни бізде ер адамның әйелге, әйел адамның ерге деген жалпы мейірімділік махаббаты бар. О бастан бар бір жаратылысымызда. Бір-бірімізді деген осындай жаратылысымызда осындай мінез бар. Ал бар болған нәрсені біз керісінше жоқ болған бір ұрыспенен білдіріп аламыз да. Адам бірінші үйленген кезде, бірінші тұрмысқа шыққан кезде, отбасы құрған кезде бәрі жақсы болып тұрады. Неге? Өйткені ол кезде бәрі тыныш, бір-бірінің көңіліне қарайды. Мен бит қалсам мен туралы былай ойлап қалама, бит қалсам мен туралы былай ойлап қалама дейді. Ол біраз ашылып алғаны солай болады да. Ал сол кездегі нәрсе қалай? Адам бір-біріне жұмсақтық болады. Сол үшін құрметті қалайық, отбасыдағы мәселе бола ма, тағы бір мәселе көп қателік болатын ұрыстың алдын алу. Кейде бір ұрыс болады, оны сыртқа айтып жатады. Әйелі өзінің анасына, немесе тағы да бір құрбыларына, немесе күйеуі, тағы жолдастарына, тағы біреуге айтып жамандап жатуы мүмкін. Бұл жамандағанда бір-бірінен сырларын айтқандығын ешкім оған жеткізбеуі де мүмкін.
сақтап қалуы да мүмкін, құрбылары, достары ешкімге айтпауы мүмкін, бірақ бұны Алла көріп тұр. Алла көріп тұрғаннан кейін бар тып-тыныш болып тұрған отбасында бір күні жанжал шығады. Неге? Береке кетіп қалады. Не себепті береке кетті? Бір-бірін сыртта жамандап жатыр. Сол үшін бірінші ұрыс болсын, болмасын, ерлі-зайыптылар бір-бірін еш уақытта жамандауға болмайды екен. Және отбасының сырларын, құпиясын ешкімге ашуға болмайды екен. Сол кезде бұл тату тәтті, мықты, үлгілі отбасы болып саналынады екен. Тағы бір отбасындағы дау-дамайдың себебі ерлі-зайыптылардың бір-бірінің алдындағы міндеттерін толық орындамауында. Көп жағдайда бұл да үлкен себепке айналып кетеді екен. Яғни біз отбасындағы жәнегі ұрыс-керістің алдын алғымыз келсе, осы міндеттерді, ерлі-зайыптының бір-бірінің алдындағы міндеттерін толық орындап жүрміз ба, жоқпыз ба, осыған мән беру керек екен. Яғни ер адам үйіне отбасын асырап нәпақасын әкеп отыр ма, баспанасын тауып беріп отыр ма, үй сатып алмаса жалға алып дегендей. Онан кейін жәнегі киім мәселесі, ауырып қалса үйін емдетіп, бала-шағасы болса оны дұрыс қарап дегендей. Осыны дұрыс жасап отырмыз ба? Және әйел адамда менің күйеуім жоқ кезде үйде дұрыс қарап отырмын ба, келген кезде тамағын жасап отырмын ба, балаларын жуып шайындырып отырмын ба, үйді таза ұстап отырмын ба, қонағын күтіп отырмын ба дегендей бар ғой. Осы мәселелер дүниесіне ие болып отырмын ба деген мәселелерді қарап отырса, бір-біріне бұл өте жақсы нәрсе. Бірақ енді кейбір отбасында екі ерлі-зайыптылар екеуі де жұмыс жасайтын болады. Ол жұмыс жасайтын болғаннан кейін бұл да ұрыс-керіске алып келеді. Яғни бір-бірін қызғануы мүмкін, тағы басқа мәселе болуы мүмкін. Біреу ақшаны көп табады, біреу аз табады. Мысалы, әйел көп табатын болса, ер аз табатын болса, ол да бір ұрысқа алып келудің бір себептері болады. Бірақ әлбетте, әйел адам парасатты болса, ақылды болса, бұл нәрсеге жол бермейді. Мысалы, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен Хадиша анамыздың радиаллаху анханың екеуінің оқиғасын қарасақ, Хадиша анамыз өте бай болды. Пайғамбар саллаллаху ондай болған жоқ үйленген кезде. Бірақ еш уақытта бір арасында байлығы менен бай болдым, сен сәл менен кедейірек болдың деген мәселе еш уақытта туындаған емес. Малы мен жаны мен дін жолында сарп етті. Сол секілді әйел адам бай болсын, кедей болсын, немесе ер адам бай болсын, кедей болсын, бұл нәрсе ақылды, парасатты адам үшін отбасының бұзылуына әкелмеу керек. Мүлдем отбасыға қатысты болмау керек. Бірақ айтуымыз мүмкін, дүние деген бәрі де мәселе отбасыға қатысты деп. Бірақ бұл ақылды, парасатты адам үшін бұл қатысты емес. Мысалы, ерлі-зайыпты бір-бірінің айыбын жабатын болса, елдің көзінше бір-бірін керісінше мақтайтын болса, мысалы үйде ұрысып қалды. Бірақ бір жерде шыққан кезде үйіне отбасына келді, мысалы әйел адамды ата-анасына жолыққан кезде керісінше күйеуін мақтайтын болса, күйеуі ата-анасының алдында әйелін мақтайтын болса, керемет еді, осында тамағы дәмді, үйді таза ұстайды. Тіпті олай болмай жатса да сөйтіп мақтайтын болса, бұл керісінше не істейді екен? Отбасын нығайтады екен. Алла тағала былайша айтқан кезде кеткен берекені қайтадан әкеп қояды екен. Бір күні қарайсыз, ол отбасы тату-тәтті, қуанышты, мәз болып жүреді. Ал бір күні тып-тыныш тұрған отбасыда кейде бір-бірінің сыртынан бетіне айтпайды кемшілігін. Оның сыртынан әйел адам өз ата-анасына жамандауы мүмкін, ер адам өз достарына жамандауы мүмкін, немесе тағы біреулерге жамандауы мүмкін, осылай кемшілігін айтуы мүмкін. Бірақ ешкім білмейді, бірақ отбасыда келеді, бір күні ұрыс-керіс басталады. Және жоғарыда айтқанымыздай, бұл да ұрыс-керіске алып барады. Неге? Береке кеткен екен. Бұл береке деген нәрсеге немқұрайлы қарамауымыз керек екен. Құрметті халайық, осы отбасымыз тату-тәтті болсын десек, кез келген ұрыс-керіске апаратын жолдардан бойымызды аулақ ұстайық. Және ұрыс-керіс болған кезде де сабырменен бір-бірімізге кешіріммен қарауға ұмытпайық.